Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, мінекей бұл видеода, қысқа видеода сіздер биогумус бағытына өтіп кеткен шұбалшандарды көретін боласыздар. Қараңыздар. Өте майда, иә? Көрдіңіздер ме? Арасында андай үлкендері не будандасып жатқандарын көре алмайсыздар бұл жерде. Бұл жерде тек қана майда шұбалшандар болады. Енді бір-екі сарам үлкендері шығып қалуы мүмкін, енді бірақ сонда да основной шұбалшандар майдаланып кетеді. Өте тығыз орналасады бұлар. Бұл биогумус бағытына өтіп кеткен шұбалшандар. Жаңағыда егер сіздерде жаңа шұбалшан бордақылап жатқан кезде осындай егер майдаланып шұбалшандар сондай тығыздалып қалатын болса, демек бұларға азық керек. Көбейту мақсатында болса, ал егер биогумус бағытында болса, бұлар осы жерде 2 ай, 3 ай жату керек, осылай тығыздалып. Сонда биогумустың сапасы өте тамаша болады. Маточный шұбалшандар. Бұл жерде жоқ маточный, міне маточный деген сәл үлкендеу, ірілеу, көрдіңіздер ме? Міне. Бұлар өткенде жаңа азыққа өткен. Енді Құдай қаласа бұлар мінекей азық болған соң бұлар үлкейе бастайды. Жаңа көрдіңіз бе, уже беліне не байлап жатыр, кольцо. Құдай қаласа бұлар уже жақын арада бір 15 күн неде кокон тастайтын болады бізге. Мінекей. Ортасында белдігі бар, сол осы не болады? Келешегі анандай кокон болып, жаңа жұмыртқалайды осы шұбалшандар. Бұл жерге тастағалы, жаңа биогумус бағытындағы шұбалшан тастағалы где-то бір 12-13 күн өтті ғой, шамамен. Одан аздау енді, со шама деп дей берейік. Сол уақытта өздерін тіктеп алып, бойларын сөйтіп, жаңа көбею процесіне өтетін болады екен. Маточный. Осындай қысқа нұсқа видео болды. Танымалдық мақсатта YouTube каналымызға жүктелді. Видео ұнаған болса, жаңағыдай лайк басыңыздар, подписка, каналымызға тіркеліңіздер. Қызықты видеолар әлі алда болады. Сау саламатты болыңыздар.